Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз ауа райы және климаттық өзгерістер, көшпенділер мәдениеті бөлімдері бойынша жиынтық бағалау өткізбекшіміз. Оқу мақсаты: проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу. Бағалау критерийі. Сіздер проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап берулеріңіз керек. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазуларыңыз қажет. Бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңыздар. Берілген проблемалық сұрақтарға мәтіннен деректер келтіре отырып, жауап жазыңыздар. Мәтіннің тақырыбы: еліміздің экологиялық проблемалары. Қазір мен сіздерге мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдаңыздар. Экологияның күрт нашарлап кетуі адамдардың табиғатқа антропогендік әсер етуінен болып отыр. Атмосферадағы көмірқышқыл газдарының концентрациясының артуына байланысты климат өзгеріп, температураның жоғарылауына келіп соғады. Энергия көзі ретінде көмір, мұнай, табиғи газды пайдалану нәтижесінде және машиналардың көбейіп, индустриялық революцияның өркендеуіне байланысты бұл процесс тезірек жүреді. Жер планетасындағы атмосфераның температурасы артатын болса, планетаның көптеген бөліктерінде құрғақшылық болады. Басқа жерлерде жаңбыр көп жауып, жерді топан су қаптайды. Полюстегі мәңгі мұздар еріп, аралдар мен жағалауларды мұхиттар мен теңіз сулары басып кетеді. Ауыл шаруашылығының өнімі нашарлап, халықтар мекенін тастап, күнкөрістің қамымен басқа жерлерге көшеді. Табиғатты қорғау мәселесі бүкіл дүниежүзілік проблемаға айналуда. Экологиялық проблема дегенде ең алдымен Арал, Балқаш, Каспий, Семей қасіреттері еске түседі. Адам мен табиғаттың қарым-қатынасын жақсартуға бағытталған шара, табиғат байлықтарын тұтынуда ақылға сыйымды мөлшерде өзіне өзі шек қою. Сондықтан біз табиғатты аялай білейік. Проблемалық сұрақтар. Бірінші. Экологияның нашарлауына не себеп? Екінші сұрақ. Климат өзгерісі неге әкеліп соқтырады? Үшінші сұрақ. Ненің салдарынан құрғақшылық болады? Төртінші сұрақ. Табиғат байлықтарын қалай тұтынуға болады? Дескриптор. Сіздер сұрақтарға жауап жазу барысында мәтіннен деректер келтірулеріңіз керек. Екінші тапсырма. Көшпенділер мәдениеті тақырыбында шағын эссе жазыңыздар. Дескриптор. Эссе құрылымын сақтайды, тақырыбын ашады, өзіндік көзқарасын білдіреді, орфографиялық нормаларды сақтайды. Сіздер жиынтық бағалауды жазу барысында бағалау критерийлері бойынша 8 ұпай жинауларыңыз қажет. Оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.